Ассалаумағалейкум, қалың жұртым қазағым, бастарыңызда болсын бағың. Мінекей көктем келді, жер көгерді, малдың аузы көкке жетті, адамның аузы аққа жетті дегендей. Мынау келген әз наурызымыз құтты болсын, әрбір Қазақстандағы отбасыларына береке әкелсін. Жаңа Қазақстан құрып жатырмыз. Еліміз дәуірлеп, жаңа Қазақстанымыз алға қадамдап, ерекше үлкен, тұлғалы да іргесі берік, шаңырағы биік мемлекетке айналсын. Президентіміздің жолдауынан кейін әрбір қазақ азаматы, Қазақстан азаматы осы президентіміздің қасынан табылуымыз керек. Әрқайсымыз үлес қосуымыз керек. Еліңнен іштеме, тілеме, еліңді тіредегім кеп тұр. Әрбір қазақ мынау менің отаным деп, менің елім, менің жерім, менің тілім, менің дінім деп ойлары ақ болып алға басса, мемлекетімізде дәуірлеп шыға керек. Осыған орай сіздерді келіп жеткен наурызбенен құттықтай отырып батамды берем. Аумин. Уа жаратқан ием, жарылқай көр Алла, келген әз наурызымызды құтты ет. Әрбір отбасына бақыт әкел Алла, елімізді дәуірлет. Наурыздан наурызға жеткізіп, берекемізді көп қылып, аспаннан жаудырып, жерден өндіріп, елімдегі азаматтардың әрқайсының отбасыларына бақыт ұяласын Алла. Мінекей сіздерге жақсылық тілей отырып, бата бере отырып, өсіңдер, өніңдер, өрімді бұтақты болыңдар. Бұрын бұтағымен мың жасайды дейді қазақ. Әрбір отбасына сәбилері жоққа сәби бер Алла. Дендеріне саулық, жандарына амандық бер. Наурыздан наурызға жеткізе бер. Мінекей Самарқанның көк тасы жебіген уақыт, ақ жүректен шыққан дұғам қабыл болсын. Сіздерді бата беріп, құттықтап отырған қазақ билерінің төбе биі Сейітқали Серікқажы. Аман болыңыздар. Аллаху акбар.